Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Облыстың бастар арнасында Қызылдар аламаны тұңғыш телевизиялық ақындар айтысының екінші айналымының 4-ші жұбымен таныс болыңыздар. Республикалық ақындар айтысының жүлдегері Шал ақын ауданының ақыны Әлібек Серғалиев. Оның қарсыласы да осал емес, республикалық ақындар айтысының жүлдегері Есіл ауданының ақыны Жұмабек Рахимов. Ақындарға баға беретін әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясы 8 атындағы халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі Қайырлы Ғафуров. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Солтүстік Қазақстан облысы қоғамдық келісім ұйымының басшысының орынбасары, айтыскер ақын Әбдіғани Бәзілхан. Әділ қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Алаштың аяулы ақыны Аманжол Әлтаев. Қош келдіңіз аға. Ақындар 3 бағыт бойынша айтысатын боласыздар. Бірінші шаппа-шап 20 минут уақыт беріледі сіздерге. Екінші тақырыптық айтыс, мына жерде ұяшық тұр. Осы ұяшықтардың біреуін таңдайсыздар. Астында жасырылған тақырып бар. Ашылған тақырыпты, түскен тақырыпты ашып айтуларыңыз керек. Үшіншісі қайым айтыс, оғанда 10 минут уақыт беріледі. Дайын болсаңыздар, айтысты бастайық. Сіздерге сәттілік. Тар заман баратқандай айқаяқ тарғысып жеттім ауалдарыңа алып ұшып, жаратқан жаппар ем жар болды ма, жатырмын Әлібекпен жолығысып. Бірінші айналымда сүрінбебем, дәл бүгін кетпес бастан бағым ұшып. Шолатын қыран едім қиядағын, кетейін қанат керіп қағып ұшып. Алдыңда жас құлындай ойнақтайын, еркесіл ағынындай ағылысып. Ақырын экранға қарақ қойып, тақымын отқан шығар бәрі қысып. Ассалаумағалейкум арлағайын, көрейін шаршы топты жарып ұшып. Байқаған арынымды қазылармен, қайтадан жолықтым ау сағынасы байқаяқ. Ал енді тыңдар болсаң нар ұлыңды, тұлпармын білмей тұғын тарылуды. Енді бір ақиқатты бастайыншы, жырыма сәйкес алып сарынымды. Жайқалған жасыл шөпті жазық жерің, намыстан өлтіруде тағылыңды. Сырт жерде жүріп жатқан қандастарым, арттырар күннен күнге сағынуды. Кекілі күжірейген кейбір жандар, бастады жерді сатып қағынуды. Бүлінгір бас құлттар жер сатып ап, біліп жүр жақсы жерден табылуды. Жеріңді сатып алған арсыздарың, мал жаяр мекеніңе тағы кірді. Жер саттың, жетім саттың, жесір саттың, жағдайың дұрысталмады әлі күнгі. Қолымнан келетіғын амалым жоқ, қайтейін көңілімнің бәрі мұңлы. Бабалар ұрпақ үшін жасамақ бет, ұлан асыр жер керек деп шабуылды. Бахадүр Қайран менің бабаларым, әлі де ұрпағыңның халі мұңлы. Ағайын ал қосылай кете берсең, ашалмай қаласың ғой адымыңды. Қазағым түбінде бір қиналмаңдар, жер болмай көметіғын қабіріңді айқаяқ.
шындыққа бұрсам жырдың айқаяқы барарнасын. Көкейкесті ойларым қараңдасын. Еңселі елбасынан өтінерім жемқорлық болмасын деп хабарласын. Дәрменсіз депутатқа айтатыным, кеудегері өзіне көп алмасын. Патриот болсын десе күйін ұрпақ паңданып парламенттер пара алмасын. Сертке берік сенатқа айтатыным, ауылдың жайына көп алаңдасын. Сатылған сәбилерді естігенде жанардан еріксізден тамар жасың. Көзіне қанжас толып кеткен бала өзіңе жау боп түбі оралмасын. Әлібек бұл жайында сен не дейсің, қарқының қалай бүгін шабандасын. Таңғалып қызылжарлық ел қалардай зарғағып жырлап жібер замандасым айқаяқы. Бастамай жатып інім жанып жатыр. Оғанда ел көңілі толып жатыр. Келе сала қасіретті жаудырттың ғой. Сен айтпасаң да ел оны танып жатыр. Көметін жер болмай қалады деп қорықтың, ойланбастан дередім сені батыр. Не болса да осы күнгі тәуба деп қой, қайта қазір кереге кеңіп жатыр. Тек дәрі ханаларда дәрілер жоқ, неге екенін білмеймін кеміп жатыр. Жер жетеді біздерге ем жетпей тұр, адамдар аурудан өліп жатыр. Бүгінгі өліп жатқан адамдарды ертеңгі өлетіндер көміп жатыр айқаяқы. Айтыс деп басталды ғой майдан жаңа. Жұлдыз жоқта жол ізде айдан ғана. Қазіргі заман жайды ойыңды айт деп тақырып тауып жатсың қайдан бала. Қиналғанда Аллаға мың шүкір деп салауат көп айтайық пайғамбарға. Мазасыз ел армысың маска киген, қаймақтары бұзылған қайран дала. Әдемілеп амандасам деп ойлап ем, көңіл күйім болмай тұр ойдан дара. Тағы да аурулар көбейді деп айналаға блокпост қойған жаңа. Екінің бірі қазір вирус дейді, бұл айтыс оңай болмас ойланбала. Сол үшін көрермен жоқ залда мынау. Қызыл жарым күдікті жойған қала. Абайдың айтысында абайламай, маскасыз бәле жұғып маймаңдама. Сәбит бәрін тойыңа шақырып ең, ковид бәрін құртты ғой қайран баба. Тойларың бұдан жақсы өтер еді, карантин деді бізге тайраңдама. Барлығына кінәлі Қытай дейді, зертханадан дерт шыққан ойрандала. Лапылдап отырар ек қырсық Қытай, лабораторияңнан шығардың қайдан ғана айқаяқы. Ай! Біздерде Жұмабектей дос бар еді. Жұрт сені сарқылмайтын дастан деді. Жарқыннан сұрап едім Жұмабекті, Қызылжардың әскері қосқан деді. Біз сөйтсек сен командир екенсің ғой, айбынынан байқалған аспан лебі.
Мен білетін әскери адам деген басқадан сұлбасымен асқан еді. Керзеттік аппақ көйлек түзу аяқ, оларда тәртіп деген рас бар еді. Ал Жөкеңнің военный түрі қызық, кім екен Жұмабекке қосқан мені? Талтайып отқанына қарағанда шөп шықпайтын біреу ғой басқан жері. Айтысы да апыл-ғұпыл алаңғасар, сөзімді білетіндер қостар еді. Қолында домбыра емес мылтық болса, Құдай білет мен атып тастар еді. Майоры сұранғасын жіберіпті, бағындырам дегесін аспан жерді. Шалқасынан түсірем деп шалақынды, шопанынан сұранып қошқар келді. Қошқарыңның мүйізін қайырайын, дұға тілеп отыр ғой қосқан жері. Сасқан үйрек құйрықпен артқа жүзет, солдаттың қай жерде екен сасқан жері? Ай, қаяғы, ай. Жұмабек ақын болмас жаттаған мен, керзетігін кірем деп саптаған мен. Жұмысыңа қонақ боп барсам егер, шалақыным келді деп шаттанар мен. Рядовойды жүгіртіп әрі-бері командир екенің мен мақтанар мен. Сөйткен кезде кеп қалып полковнигің, өзің бірден рядовой боп қалар мен. Ақылынан айласы көп адамсың, піл тұрғанда бермейтін атқа сәлем. Әй, мен бірақ солдатың емеспін ғой, нарядыңнан сескеніп отқан әрең. Айты саған армия емес досым, топырлап өте шығар топ баламен. Командирді қайқайтып жіберейін, келгесін таңдайыма баптап өлең. Жұмабекке жұмсауға керек қой деп, сағанда бір-екі оқты сақтаған ем. Шапаның жыртылғанша жұлқылайын, көрсетіп айырманы ақ қарамен. Шапаныңа тиіссем ештең етпес, пагоныңа тиіссем сотталар ем. Ай, қаяғы, ай. Ағайын келмесе де ай қаяғы Асқаралы. Шырқалсын Жұмабектің асқағаны, қанымен алған бабам азаттықтың қадырын ұғынбай жүр жастар әлі. Орысша сөздер қосып өлеңіне Әлібек шығарды ғой масқараны. Рядовой пагон деп жырлап отсың, ақын деушем атақты Асқаралы. Наряд деп тағы да сен орысша айттың, әрекет ісің бекен сасқан әрі. Биліктің сеңсіз отқан жетпейді ме орысша сайрайтығын қасқалары. Тентіреп тұрған тілге дақ түсірме, ақын болсаң шымықты расталабы. Тәуелсіздік алам деп құрбан болған Қайран бабам жыртысы бас жағаны. Тәуелді орысшаға жан екенсің, Әлібек берер болсам рас бағаны. Көзіндей бабамыздың тілді қорлау, өзіңдей сауатсыздан басталады. Ай, қаяғы, ай. Алла жазса төгілер жыр емес пе? Әлібек түсіп тұрмыз шын егеске. Әскери форма киген деп айттың ғой, қылыштай түліп түсер қыл емес пе? Исатай Махамбеттер сауыт киген, олар жасаған істер ірі емес пе? Бауыржан Момышұлы шенде болған, қазақтың арда туған ұлы емес пе?
Қожа берген бабамда қол бастаған, жыраулығы бөлек бір шың емес пе? Осыларды Әлібек білмей отсаң, ақын боп жүргеніңе сын емес пе? Бабалардың ізін жалғап, әскері болсам, мен үшін ол да биік шың емес пе? Қожа берген бабама оралайын, айтпай кетсем өзіме мін емес пе? Елім қойды ескерткіш еңбегелеп, ескерткішке ұлайық ұлы емес пе? Сенбесең Қызылжарда жырау бабам, қасқайып қарсы алдыңда тұр емес пе? Айқаяқ-оу! Ай! Танытпас Әлбек деген әрең ерім, намыс қорғар Қызылжардың түлек едім. Әскери деп егосы қоймайсыңдар, қадірімді қашанаға білер едің. Ел шетіне жау шапса абайсыз да, қорыққаннан есеңіреп жүрер едің. Жұмабек намысымды қорғайды деп жұмсақ жерге жүгіріп кірер едің. Айқаяқ-оу! Ай! Әлібек риза едім мен талғамыңа, тәубәшілатып жатқан таңдарыңа. Өткен жолы интернетте куә болдық, Көкшеде мейрамхана салғаныңа. Көкше саған үй берді, білім берді, қолың жетті бала күнгі арманыңа. Бірақта өкінішті бір жағдай бар, куәміз талай әнге салғаныңа. Ибраев деген ауыл бар еді ғой, жалтақтатпай өсірген жан-жағыңа. Сол ауылда бір мешіт алсаң шіркін, ақ бата берер еді шалдары да. Ауылыңа мешіт салсаң Құнанбайдай, Алаштың айналар ең ардағын. Айқаяқ-оу! Біз сен айтқан өтірікке жарып тойдық. Жатырсың жалғаныңды қауіп тойғып. Ауылыңда мешіт жоқ деп қоясың. Күнбесін 10 жыл бұрын барып қойды. Ол мешітті сен айтысқа келмей тұрып, бауырым 10-15 жыл бұрын салып қойды. Ауылыма жасаған жақсылығым, туған жездемді имам қойып қойды. Айқаяқ-оу! Ойларыңыз не деген жеңіл еді, қайта Әлібек биязы момын еді. Жамағатта ауылда мешітте барып көрмесе бұл бала не біледі? Соғыс болса жұмсақ жерге тығыларсың, деп дағы жан бауырым егіледі. Сен секілді әскерге бармасам да, бойымдағы намысым толық еді. Ел үшін мылтық ұстауға дайынмын мен.
солтүстік намысқа бай өңір еді. Жұмсақ жерге тығылатын мен емеспін. Ал талашым ол менің елім еді. Елім үшін өқтейіп өлсем егер, қабірімді жұмсақ боп көрінеді. Айқай ағау, ай. Әлібектің таусылмаса жыры деген, бұл кісіні серіліктің шыңы дерем. Жаттамайбыз шаппа-шап айтысайық. Не дейін деп тұр екен мұны менен. Аман жол асыл ағам аманбысың, түріңізді сәкеннің түрі дерем. Гиннестардың рекордын жаңарттыңыз, мыңдап қымыз сапырып күбіменен. Шіркін-ай солғымыздан ап келсеңіз, шабытым тоқтамаушы еді күніменен. Алдыңызға минералка қойып қойды, ішіп-ішіп алыңыз түбіменен. Біздерде дәл сондай су ішіп отырық, жанымдағы хрусталь шыныменен. Жарқын жан құлағыңа алтын сырға, не деп жатыр деп айтпа бұны менен. Аққымыздың королі отқан кезде, су ішкен бір түрлі екен шыныменен. Айқай ағау, ай. Орысшалап нөсерлесе жаңбырымыз, жақсылық қауласын ән жырымыз. Мен түгілі абайда орысша айтқан, тым олай қатал болмай сәл жібіңіз. Сенің мамандығыңның тілін білмейм. Әйтпесе осал емес ар жүгіміз. Жарайды өз қатемді дұрыстайын, содан ақ көрінбеймен арлығымыз. Зар болды құрыл алмай хандығымыз, қолында кетті өзгенің бар жүгіміз. Рас бізді орыстанған ел деп айтат, содан ақ болып тұр ғой бар мұңымыз. Патшаның үкіметі атаңдатты, біздер сол бабалардың қалдығымыз. Бейімбет, Мағжан өлді, Ахмет өлді, Тауқымет талай көрген тағдырымыз. Мен жастарға сенем деп Мағжан өлді, ал енді айтшы қайдан арлығымыз. Әлі де құлдық сана бойымда тұр, содан ғой намыстағы тарлығымыз. Түрі қазақ келінің тілі орыс, шүлдірлеумен өтуде әр күніміз. Мектепте оқушыңда тілін таптап, босап жатыр рухани сандығымыз. Атаңның аманатын ұмыттық па, алдымызға келгенде бал күніміз. Ертең ана дүниеде бабаларға қайбетпенен қараймыз барлығымыз. Сондықтан өзіме сосын өзгеге айтам, өшкен рухты қайтадан жандырыңыз. Ан өмірде ұялмай тұратындай, ана тілде сөйлейіп барлығымыз. Айқай ағау, ай. Көтермей көкіректің мұнарасын, осы қашан досым сен тіл аласың. Тығыласың, қорқасың дедің маған, көп нәрсені ойламай сірә басың. Ұлттық күштің командирі болғандықтан әрине өзің үшін тұра аласың. Сен секілді әскерге бармасам да не көрмеді деп отсың мына басың. Үндемей ақ кетейін деп ойлап ем, жарайды жауап берейін сұрағасын. Бауыржанның заманымен салыстырма,
шығармайтын теңеуді шығарасың. Шынымды айтсам, Жұмабек, түсінбеймін қазіргі әскеріңнің құрамасын. Қанша боздақ үйіне оралмады, оны қалай айталмай тұра аласың. Шабытпен кетіп, табытпен келіп жатыр, оны да көріп отыр мына лашым. Соғыс жоқ, бейбіт күнде солдат өлсе, одан қандай жақсылық ұға аласың. Сондықтан Жұмабекке айтатыным, жігіттің сырын білмей сынамасын. Боздағынан айырылып бозынгендей, аналарым егіліп жыламасын. Әскермен милиция бірге қазір, оның бірақ айырат кім арасын. Бұларға айтатыным, елді жинап, ұстап ап сұрамасты сұрамасын. Үкіметтен талап еткен адамдардың беруге асықпаңдар сыбағасын. Акиматтан үй сұраған көп балалы аналардың қолдарын бұрамасын. Осы айтқан сөздерімді жеткіз анда, осылай сынау керек сынағасын. Біздерді адам көрмей қашан кенді, командир екеніңе қуанасың. Ал енді қатты кетсем кешіріп қой, шындық айтқан жерімді құбаласың. Мен секілді бір шырпының кесірінен от оранып жүрмесін мың ағашың. Алладан сұрайтыным бірақ нәрсе, алашымның байрағы құламасын айқай ағау. Жұмабек, бір қайырып аяқтаймыз бірінші айналымда. Әлібек деушем сені арыстаным, міне қызып келеді жарыстарым. Жездемді бас имам ғып қойдым дейсің, жөн болмас ағамызбен алысқаным. Елдегілер еленбей қалып жатыр, төрдегілер тыққан соң таныстарын айқаяғы. Сіңірсен тек төлеңді санасына, жақсы өлең туындасын жағашыла. Намысқа тырысармын, Алла жазса, жарысқа жатсамдағы жаңашыға. Маздана жиенім деп мақтанушем, наздана сөйлейсің ғой нағашыңа. Көрсіндім осы айтысты естігенде, жүрсіннің қатыссам деп додасына. Сен бұның мен алысқа бармайсың деп кемсітіп жатыр Әлібек жаңа сыра. Талайды түсіргенмін сабасына, танылып кетпесем де алашыма. Өзімнің өзіме тән өнерім бар, арнайтын Қызылжардың қаласына. Менде маңғазданып баса берме, келгенде еркесілдің жағасына. Текпінің тепсеңдағы бата қоймас, тектінің тау қопарар баласына айқаяғы. Рахмет. Ал ақындар, екінші айналымды бастаймыз. Алдарыңызда 6 ұяшық тұр. Соның бірін таңдауларыңыз керек. Астында жасырынған сіздерге деген арнайы тақырыптар тұр. Қай тақырыпты аласыздар, соны 10 минут ашып айтасыздар. Ал Әлібек, Жұмабек кім таңдайды? Жұмабек көрініп тұр ма? Қайсын таңдайсыздар? 5-ші ұяшық асылсын. Ауыл мен қала арасы, қот бесік Қызылжар даласы. Тақырып сіздерге түсінікті ма? Ал жырлаңыздар онда. Бойымды кернеп тұрса иман бағы,
Әлібек Жұмабекке иланбады. Ойда жоқта имам менің жездемді айтып, сынадың кетіп жатыр мидан бәрі. Тиіссең басқаларға тиіссеңші. Жауабыңа Әлібек қиналмады. Бауырым даттай берме имандарды, түзеу жолға салатын ивандарды. Пагон таққандар қашанғы даттай береді, өмірінде мол сауап жиғандарды. Жылуыңды сез алмай қаласың ғой, буыңды сез алмасаң пимаңдағы айқаяқоу. Ай. Мен өзім бұрындардан ел білемін, елді зерттеп жүргөсін жер білемін. Құраны бар, намазы бар, иманы бар, сондықтан да жездемді оңды дедім. Елмен бірге сайлап ап сол кісіні, мешітке имам бол деп төрді бердім. Қой жарай тақырыпқа оралайын, мен өзім шалақыннан енді келдім. Ауыл мен қала арасын сөз етейін, бұл тақырып керемет болды дедім. Шалақын Жолшыбай, сенің де еліңізге соғып жолда. Явлинка деп аталған жерді көрдім. Жаңа ғана патриот боп отыр едің, сөзімді тыңдап отыр енді менің. Николаевқа дейтұғын белді көрдім, Покровка дейтұғын төрді көрдім. Заречныйдан заправка жасап алып, әрірек Илинкадай белді көрдім. Атасын жет атамда қарғап кеткен атақты шошқа дейтін төлді көрдім. Бабаң жатқан жердің шөбін доңыз жесе, руханият осымен өлді дедім. Көріп алдым да, Жұмабектің шаруасы осыменен болды дедім. Қайбетіңмен ақын боп мақтанасың, сезбесең бабаң жатқан жердің лебін. Орыс шалау деп біздерді сөккөніңші, осын ойласаң жөн болар мен білемін. Бөк басқан шошқаға да қысылмасаң, тот басқан кімге керек зеңбірегің айқаяқоу. Ай. Жылынсақ, ұғынсақ шалақынды ұғыналық. Жылынсақ шалақын деп жылыналық. Сен қазір бірден мен жағымды даттайсың ғой, мен келдім алдын ала біліп алып. Сондықтан бірден жауап беріп кетем, түпкілікті ойымнан түбір алып. Біздің жақта орыс шалау болған бұрын, айтпаса да біледі мұны халық. Орталығым Сергеевка, бірақ бәрі шалақын деп айтады бүгін анық. Мен туған ауыл бұрын Ленин еді, біз оны Абырай деп бұрып алдық. Новопокровканы туран қылғып, ожақтыңда көк көзін жығып алдық. Петропавл Қызылжар бола алмай жүр, біз Октябрьді Ұзынжар қылып алдық. Сен болсаң сел-сел кетіп қызарақтап, отырсың тесік тақпай тығыларлық. Патроныңды аталмай әлі жүрсің, Покровканың шіркеуін құбылағып айқаяқу. Әлібек, сендер өз айқаяқу қандайсыңдар? Тайталасып отыруға талмайсыңдар. Қызылжарды орыстанған қаласың деп, қыран боп төріне кеп самғайсыңдар. Есіл мен шалақынды бөліп отсың, білмеймін мендік бойда қандайсың бар.
Бөлінгенді бөрі жер деген қазақ, бөлінсеңдер алысқа бармайсыңдар айқая. Қонақ деп шығарып ем төрге сені, Сапуан болмасам да мен кешегі. Қызылжар орыстанған қала болса, Сәбит Ғабит мұнда туып өлмес еді. Ерік Бүркіт Есілем ағаларым Қызылжар деп өлеңін өрмес еді. Асқарып атындағы мектепті ашып жүрсін ағам Ақбата бермес еді. Қызылжар орыстанған қала болса, жарқындар аламанда желмес еді. Асқарып атындағы шәкірттері соңынан тектілердің ермес еді. Қызылжар орыс болса, Аман ағам Астанадан аттерлетіп келмес еді, біздерге шын көңілді бөлмес еді. Сондықтан орыссың деп айта берме, қорлықтан құтылғанда ел кешегі. Тіл онша қазақи тіл болмағанда, шын онша ел айтысты көрмес еді айқаяқы. Мені сынап жатыр ғой жаңағамда, білмеймін көңілін енді табалам ба. Орысша ауылдарды тізбектедің, сойы ғой жиналғандай саналарда. Өрнек мектеп Есілемға атым берді, лайық болғаннан соң нарағамда. Ауданда игі байып мектебі бар, білім алып жатыр қазір балаларда. Явленка емес ортақ Есіл аудан, сүрінбесең жарар ет ағам алда. Еңселі еркесілім биік тұр ғой, Тергевка Ибраевқа қарағанда айқаяқы. Жырла деп ақындарды шақырыпты, ақындар жиналған соң аты мықты. Қазыларда құйтырқыға салған ау дейм, ұяшыққа тақырып жасырыпты. Ауыл мен қала болса тақырыбың, терең теңеу айтайын заты мықты. Тектіден туылғаным анық болса, тереңнен жырлайын бір тақырыпты айқаяқы. Болғала көп ауылға айқаяқы. Не береді? Қоздырып отырған мен делебені, ауылдағы кең байтақ жер болмаса, қалағайда егінін егереді. Ауылды қарасымнан шықпайды ма, қалада өңделген мен шегелері. Бас пен мойын секілді ауыл қала, көкте жете берсекен төбелері. Ауылға көптеу көңіл бөлу керек, намысты қып өсірер немерені, нысанаға қадалған жебелері. Ардақтылар ауылға көңіл бөлсе, белгілі қуанышқа кенелері. Аядай ауылдардан шықпап беді қазақтың төрде отырған төрелері. Азақтым ауылдарда өсіп өнген қазақтың абай туған зерелері.
белгілі жағдай болса елде тұрып, ағайынның рахатқа бөленері, ауылда ат жексеңде еріктісің, қалада сақтау керек ережені. Ауылды анамыздай құрметтейік, шаңырақпен ұстап тұрған керегені айқаяқ. Рахмет, Әлібек. Жұмабек сөйлеп отса Жұмабекше, мен қысқа қайырайын Әлібекше. Айналайын жарқынжан, сәл уақыт бер, эфиріңнен қиярсың әрі кетсе. Мен өзім кәдімгідей толқып тұрмын, сен жаққа қарауға да қорқып тұрмын. Жұмабек ау, сен сөзді бұра берме, жолыңыздан таярсың жортып бір күн. Ауданыңды орысша деп сынымды айтқам, сен бірақ жауабыңнан тайқып тұрдың. Қызылжар ол қазақша еледі деп, алыстағы деректі жайғып тұрдың. Бауырым, Қызылжарда шаруам жоқ, мен саған Явлинканы айтып тұрмын. Жұмабек жан бауырым інім боп ет, жаңағы сөздерім жай сыным боп ет. Бұның бәрін намыс үшін айтып едім, айтқан жоқпын тым қатты гүрілде деп. Әйтпесе біздің мекен жұмақ мекен, көзіме жаман жер боп ілінбеп ет. Тек қана қал есімі Петропавл, үкіметім берсе ғой бүгін көмек. Бірақ оны өзгертуге басшыларға рух керек, намыс керек, білім керек. Айналайын құт қонған солтүстігім, қазаққа қиянатың білінбеп ет. Жалғыз ғана марғасқа мағжаныңды, алталаш ортақ туған ұлым деп ет. Саңлақ сәбитіңнің орны қандай, аруақ аунасын бүгін бір рет. Ағынтай батырларды есім, Ағынтай Қарасайды есім алсам, әлі де құлағыма дүбір келет. Сенде туған қожа берген 8 сері, атағы алталашқа дүрілдеп ет. Құт қонған алтын құрсақ солтүстігім, әлі де тек тұлдардың мыңын берек. Бірақ менің өзегімді өртейтін жай, бұны айтпасам шындығым бүгін өлет. Осындай ұлыларды туып беріп, Петропавл болғаныңа жыным келет. Рахмет. Ал ақындар, олай болса, ең соңғы 3-ші айналым қайым айтысты бастаңыздар. Көкшеде орман суарып зам әкімің, елді ятқа батырған болатығын. Шалақынға жайғасқан рахат деген, Әлібек құтты болсын жаңа әкімің айқаяқ. Дейсің ғой құтты болсын зам әкімің. Негіз ақса қалыптан нар әкімің. Ей, бауырым, артық әңгіме айта берсең, қауырсынын сындырам қанатыңның. Ей, қанат демекші сен отсың нарақындай, мен көсіліп кетейін шалақындай. Екеуміздің домбырамыз екі жақта, қыраның саңғаған қос қанатындай. Қыранның самғаған қос қанатындай. Тереңнен толғай берсін бала тынбай. Екі елдің баласы біз біріксек, бақ жұлдызым жарқырап жанатындай айқаяқ. Қазағым иген елміз хаққа басын,
Алланы сүйген құлы бақ табасың. Коронавирус деген жаман індет, енді ешқашан босаға аттамасын, айқаяқу. Шап! Бауырым жақсы өлеңнен бақ табасың. Қанат болсаң самғайсың, сақтанасың. Ай, қанатыңның жүні бір жаққа кетіп қапты, бір жолата жалаңаш боқ қамасын. Ай, андағы үкіңіздің мәні қанша? Аман жол ағамыздай сәні болса, ей, пайғамбардың хадисін жаттасаңшы, өлген құстың жүніне табынғанша. Өлген құстың жүніне табынғанша. Дейсің бе, бұнау жүннің мәні қанша? Жүнге сенбей жетермін арманыма. Жаратқанның беретін бағы болса, айқаяқу. Білмеймін жолдан әлбек тосалмасаң, төрімде тектілікпен жасалмасаң, мынандай өнеріңе бар болайын, жүнмен жездеңді айтудан асалмасаң, айқаяқу. Ей, жүнмен жездеңді айтудан асалмасаң, менде жолыққам сендей осалғасан. Ей, бауырым сенде сөзге қарап отыр, жөн болар ет, басал десе, шашал десе басалмасаң. Ей, жеңіл ұйқас берсеңіз тозбаш үйкем, қиында ұйқасыңа болмас екем. Ей, бауырым қиын ұйқас берме маған, әйтпесе келер жолым мен де сөйтем. Келер жолы дейсің бе, мен де сөйтем. Тектілікке жаралар ел жас екен. Жанындағылар жемқор боп жатқан кезде елбасы демеп еді, мен де сөйтем, айқаяқу. Шеттерінен күрескер бәрі мақты. Жаңа жолың тереңнен танылыпты. Әндетте көп тәртіпті сақтай алмай, карантинге күні кеше жабылыпты, айқаяқу. Ей, карантин күні кеше жабылыпты, пейілі рухымыздың тарылыпты. Ей, тәуелсіздік алғалы қаншама жыл, неліктен біздің жақта сармықты. Ей, адамда арман менен мұрат басым, басымызда тек бақыт тұрақтасын. Ей, осымен доғарайық, Алла сені құлатпасын, жылатпасын, кінәртпасын. Дедің бе мына маған кінәртпасын. Жаспын ғой қазыларда сынартпасын. Жетім мен жесірімді жылатпасын, көктегі байрағымды құлатпасын, айқаяқу. Әлібек диялмәспін, байқалмаймын. Сен барда қалаяға жайқалмаймын. Қолдан келсіз
Бүгін біз сыйласайық, ертең тірі жүрем деп айта алмаймын, айқаяқ. Дейсің ғой тірі жүрем деп айта алмаймын, мен қалай ақын болып байқалмаймын. Мен домбырасыз да суырсап айта берем, сен секілді жарты сағат шайқалмаймын. Рахмет. Ал енді ақындардың бағасын беріңіздер. Қайырлаға, айтыс көңіліңізден шықты ма? Ал бүгін енді екеуі де тамаша өнер көрсетті. Жалпы екі бауырымызда қалай осы дүбірлі топтарда шаршап жүрген жігіттер ғой. Сондықтан да бүгін екеуі де жақсы өнер көрсетті. Енді көп сөз қоймай қазақ ағаларымыз айтар. Жалпы менің өз басым енді бүгінгі даусым Жұмабекке деп отырмын. Қайырлағамыз өз дауысын Жұмабекке береді. Ал Әбдіғани аға, сіз не айтасыз? Енді екеуі де жақсы айтып болды. Әлібектен мен бірнеше айтысын тыңдаған жігіт. Бүгін енді дей тұрғанменен жаңа бір екі сөзіне бола, мен Жұмабекке мен де құлап отырмын. Бір жаңа қазақ тілін, бұл енді біздің мемлекетіміздегі үлкен тақырып, осыған барған үшін. Екінші жаңа жемқорлықты қалжыңдап болса да, сіз туған жездеңді имам қойғаннан кейін қалған ана жерде таланттылар қалып жүр деген, ол тек өз басын айтып отырған жоқ қой. Сондықтан осы екі жауап үшін мен де даусымды Жұмабекке беремін. Сіз де даусыңызды Жұмабекке бересіз. Ал Аманжол аға, не айтасыз? Әлібек бабында енді алуан жүйрік бар, әліне қарай шабатын дейді қазақ. Екі бауырымыз шамасы келгенше бір-бірімен қарпысып айтысты. Енді менің қазылар алқасының төрағасы ретінде айтатыным, мына төрде Хакім Абайдың, Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы деп жазылып, айтыстың негізгі тақырыбы Хакім Абайдан басталу керек. Сондықтан мына жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деген Абайдың әрбір сөзі, әрбір қара сөзі болсын, өлеңі болсын, соның астарында соны негізге ала отырып, Абайдың ойын өрбітіп отырып, қазақтың кешегісі мен бүгінгісін, жаңа өздеріңізге тақырып болып келген ауыл мен қаланы, бүкіл адамзат баласының бойындағы проблеманың барлығын толғауға болады. Сол жағынан енді екеуіңде біраз әсіресе Әлібектен Жүрсін ағамыздың жыраламандарында талай өнер көрсетіп, бәйге алып, топ жарып жүрген, сыналып, кәдімгі тәжірибе жинақтаған ақынсың ғой. Содан біраз Абайды жырға арқау ете отырып, біраз ойлар айтар деп ойлап едік. Бірақ о жағынан енді кене кібіртіктедіңдер. Сосын енді Әлібектенің өзіңнің ел таныған мақамың бар ғой. Мына Мұхамеджанның мақамы ол жақсы мақам, бірақ енді саған бүгін тайға мінгенде кене кібіртіктеп, құлашыңды жаза алмауыңа, еркін көсіле алмауыңа, осы мақамыңда бір жағынан кедергі болды деп ойлаймын. Өз төгіл айтатын өз мақамыңмен айту керек еді негізі. Сосын жаңағы жалпы ақындар іші алтын сырты күміс сөз сарасын қазақтың келістірер қай баласы деген Абай болып жатыр, толып жатыр, қонып жатыр, жонып жатыр, бүгінгі өлгендерді кешегі ертең өлетіндер көміп жатыр деген секілді жадағай сөздерден аулақ болыңыздар. Өлең деген ол көркем, оның поэтикасы қуатты болу керек, бір сөз айтсаңыздар да жұп-жұмыр болу керек. Енді екі ақынға да рахмет айтамыз. Бүгінгі мына телевизиялық айтыстың көркін қыздырып, екінші айналымында осы екпіндеп сөз сөйлеп, айтыстың көркін қыздырған үшін. Енді мына Жұмабек бауырымыз өзі офицер екен, өзі мына қарулы күштердің қатарындағы үлкен бір белім бекем болып, осы саланың төрінде жүрген бауырымыз екен. Өзі офицер бола жүріп, осы өлеңін тастамаған, жырды жүрегіне түйіп жүргеніне біз қуанып отырмыз. Мен даусымды осы Жұмабек бауырыма беремін. Рахмет. Аманжол аға, біздің арнайы бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, мынау уақыт жоқ жаманда уақыт тауып келгеніңізге елдің атынан, осы ұйымдастырушылардың атынан өзіңізге үлкен алғыс білдіреміз. Сонымен Қызылжар аламаны екінші айналымының 4-ші жұбының жеңімпазы 3 бірдей дауысқа ие болған Жұмабек Рахимов. Жұмабек, құтты болсын. Құрметті көрермендер, осымен Қызылжар аламаны тұңғыш телевизиялық ақындар айтысының 2-ші айналымы тәмам. Осы Қызылжар аламанына барлық мүмкіндікті жасап беріп отырған Солтүстік Қазақстан облыстық мәдениет басқармасы басшыларына, сонымен бізге ақпараттық демеу көрсетіп отырған
облыстық телеарна басшылықтарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Ақтық мәреде жолыққанша аман, сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.